Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздермен қазіргі таңда мега популярный болып жатырған испанский чизкейктің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді десерттердің бірі. Барлық біздің қосатын ингредиенттеріміз бөлме температурасында болуы қажет. Алдын ала шығарып қоямыз тоңазытқыштан. Ең алдымен сливочный сырымызға шекерді қосып миксермен араластырып аламыз. Міне осындай болып араласуы қажет. Енді үстіне бір данадан бөліп отырып, жұмыртқаны толықтай қосып араластырамыз. Каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойды ұмытпаңыздар. Осылай колокольчикті басып қойсаңыздар, келесі видеоны жіберіп алмайсыздар. Бір данадан осылай бөліп салатын болсақ, біздің жұмыртқа өте жақсы араласатын болады. Енді үстіне сливкиді толықтай құямыз. Миксермен бір келкі болғанша араластырамыз. Венчикпен араластыруға да болады барлығын, бірақ мен миксермен араластырғанды жөн көрдім. Барлығын араластырып алдық. Енді үстіне крахмал қосамыз. Крахмалдың орнына ұн қосуға да болады, бірақ дәмі бұндай нәзік болып шықпайды. Сол себептен крахмал қосуға тырысыңыздар. Жай венчиктің көмегімен осылай бір келкі етіп араластырып аламыз. Массамыз осылай кішкене қоюланады. Табаны формамызды осылай алдын ала пергамент қағазмен жақсылап төсеп, жан-жағында осылай орап аламыз. Дайын болған массамыздың барлығын бірден құямыз. Алдын ала қызып тұрған духовкада 200-220 градуста 40-45 минут пісіріп алатын боламыз. Кішкене осылай жерге ұрғылап, тегістейміз, арасындағы ауасын шығаруымыз қажет. Міне, менде 40 минутта пісіріп шықты. Бөлме температурасында толықтай суытамыз. Формасынан шығармаймыз. Осылай қозғалып тұру қажет. Толықтай суғаннан кейін тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып аламыз. Содан кейін кольцосын шешуге болады. Формадан босатуға болады. Басында біздің чизкейкіміз жақсы көтеріліп піседі, суғаннан кейін кішкене басылады. Беті де осындай күйіңкіреп пісуі қажет. Арасын кесіп көрсетейін. Міне осындай өте дәмді чизкейк шығады. Бетіне өздеріңіздің қалауларыңызбен шоколад құйып ұсынсаңыздар да болады. Я болмаса фруктылармен кез келген сироппен осылай ұсынуға болады. Өте дәмді болып шығады. Тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Гүлзира. Баршаңызға рахмет.